Так, мен қайда келіп қалдым өзі деген, е-мое, кеше мені деген Франклин Джонни деген досымның үйіме алып келіп тастадым деді ме, осы жақта тұра тұрасың деді ме, бір нәрсе деді ғой, ол деген жаңа үйге көшіп жатырмын деді ме, сондай бір нәрсе деді. Енді қазір мен осындай ауыл жақта жүрмін қазір деген. Так, мына жақта деген кеше бір итпен таныстырып еді, аты деген Хаски деп еді. Так, міне тұр ғой өзі деген, барып танысып алайыншы мен деген осы итпен. Привет, Хаски. Менің есімім Джоб болады. Сенің есімің кім болады? Өзің айтып тұрсың ғой, менің есімім Хаски ғой. Енді сенің есімің Джоб дұрыс па? Енді оны неғып атсыңдар е? Солай ма? Ойбай, оны деген ұмытып кеттім ғой достар деген. Так, олай болса, сен қай жылғысың өзі деген? Жасың нешеде сенің деген? Мен деген жасым 4-ке келіп қалды. По идее 4-тердің шамасында ғой. Жайшама, оның жасын не қыласың сен деген? Біз адам емеспіз ғой, біз деген итпіз ғой. Білмеймін деген, әйтеуір адамдармен жүріп, сол адамдардың планетасымен өсіп кеттім. Ол мен деген қалада жүріп, енді мен қаланың итімін. Олай болса мен саған деген ауылды көрсетейін. Жүр, екеуміз деген бір ауылды аралап, өзімнің достарымды көрсетіп қайтайын саған. Чоп. Давай, смело ғой, Хаски родной, кеттік деген ауылды аралайық. Бүгін деген что-то не істеймін деп ішім пысып отырады. Жүре ғой, Чоп, мен саған деген қазір ауылды көрсетіп қайтайын. Бұл ауылда деген өңшең, бұзық иттер, қаңғыбас иттер, короче, майда шабақтар жүреді деген. Енді мен деген ішіндегі ең ірісі, ең әдемісі менмін енді. Жүр, кеттік, мен саған өзімнің достарымды таныстырайын деген. Чоп, артынан келе бер тез деген. Қазір мына жақта деген менің бір достарым тұрып жатыр. Осы үйдің арт жағында олар күнде жиналып, сүйек-пүйек жейтіндері бар еді да, олардың деген. Так, қазір мына жақтан былай қарай секіріп шығам ау деме. Чоп қайда өзі деген? Чоп, келе жатсың ба? Давай, тез кел деген. Мына жақта деген мен қазір саған өзім достарыммен таныстырайын деп жатырмын. Мына жақта деген. Ойбай, абайла, Чоп, мына жақтан құлайсың деген. Мынаған айтып тұрсам да мынау деген тыңдамай ма? Бір нәрсе ғой. Чоп, тыныштық қой, өліп қалмадың ба сен деген? Чоп деймін. Өліп қалған жоқсың ба? Чоп, тірісің ба деген? Что-то достар ма? Өліп қалған сияқты ғой. Хаски, айтпайсың ба деген? Мәссаған, мына жақта деген үлкен яма бар, забор бар, сол жерден абайлап секірдіп, мен деген мына жақта талқыла жаздадым, аяғым сындырып алып. Чоп, саған не болған деген? Сен деген сонша әлсізсің ба не? Жоқ, мен деген просто байқамай қалдым, ойланып келе жатқам ғой, сөйтіп бір қарасам деген, мына жақта деген үлкен забор бар екен, сол жақтан деген аяғым шалынып түсіп, короче, айтқан кезде быт-шыт болды ғой бәрі деген. Нормально, кеттік деген. Мен саған қазір өзімнің достарымды көрсетемін. Айтпақшы деген, олар деген новенькаларды ұнатпайды, бір жаман жері бар емес па? Енді сен деген қалай танысасың білмеймін, өзің бір нәрсе қылып таныс, сені что-то жақтырмайды ау деме. Чобе, айналайын, жүр, қазір мен саған көрсетейін. Менде деген осы ауылға жаңадан келген кезде бұларды деген онша жақтырмай сөйтіп жүрген. Содан кейін деген бір-екеуін айырып тастап едім. Содан кейін мені деген қатарларына қосты, кругтарына деген. Мына жерде деген иттер жиналып қалыпты ғой, әжептәуір деген. Салам алейкум, жиги, қалайсыңдар, амансыңдар ма деген. Короче, кругтарыңа новыйдан ит алып келдім, короче деген. Міне, бұның есімі Чоп. Енді осында кругқа қосу керек болып тұр ғой, жігіттер. Біраз осы жерде болады енді деген. Қаланың иті бол деген. Қазір біз өзіміздің кругымызға иттер қабылдап отқан жоқпыз, бізге осы составта жетеді, любойын айырамыз біз деген. Жоқ, Хаски, ренжіме родной, бірақ біз деген бұл итті қоса алмаймыз өзіміздің қатарымызға деген. Мынау деген жоза парода иті, менікімен бірдей екен ғой денесі деген. Достар, мыналар деген жота менді өзінің кругтарына қосқысы келіп тұрған жоқ қой. Мынау чигол, мәшке иттер ғой, мынаның бар. Мәшкелер деген, сендер деген білесіңдер ме, менге шайнамай жұтам ғой. Келіңдер, болмаса деген паразам төбелесеміз, бүгін кешке стрелка істейік деген. Өздеріңнің кругтағы иттерін шақырып келіңдер, мен деген бір өзім тұратын боламын, любойын айырам, короче. Біздің қасымызда Хаски бар, короче. Осы Хаски екеуміз любойынды айыратын боламыз кешке деген. Ал олай болса деген, қазір бүгін кешке деген стрелка болады. Так что осы жерде деген біз Чоп екеуміз, яғни Чоп пен Хаски екеуі мына тұрған иттерге, тағы да басқа иттерге қарсы төбелесетін болады достар. Давайте қазір деген қор қарап отырмай астындағы подписаться деген кнопкамен лайк деген түймені басып кетіңдер достар. Біз деген 20 мың оқырманға жетуге сәлік қалдық достар. 17 мың оқырман болды. Барлықтарыңа көп рахмет. Тағы да 3 мың адам маған тіркелсе, біздің каналда 20 мың оқырман болады екен достар. Так что деген, давайте астындағы подписаться деген кнопканы басамыз достар. Қазір мен деген кешке келіп мыналармен төбелесіп паразым деп, короче, шығатын болам, короче, бір нәрсе қылып төбелесетін болам енді деген. Давайте олай болса, күшіктер, иттер деген, короче, кешке келеміз, бірақ деген осы стрелкада кім жеңіледі, сол деген, короче, чорт болады. Ал жеңген адам болса, осы жердің, короче, районға қарайтын болады, түсіндер ма? Давай, смело деген, смело, өзіме қайрам сен деген. Мынау деген мәшкін қайтеді деген, бір тістеп олай ма? Мен деген ашулансам деген страшно тістейтін әдетім бар еді ғой. Абайла деген, түсіндер
түсіндің бе? Біздің роднойға тиіспей қазір жабылып кетеміз бекерге деген. Все болды деген. Кешке шешеміз олай болса, кешке деген осы районды мен қарайтын болам, түсіндіңдер ме? Короче, шиголдар, кеттік Хаски екеуміз деген. Барып деген тренировка ма бір нәрсе істеп қайтайық. Так, енді Хаски деген кешке деген стрелка болады. Так что біз деген соған дайындалуымыз керек. Давайте, мына жақта деген бір иттер, мышықтар жоқ па екен? Сол ат деген аулап жеп деген шамал қыздар болсақ деген. Так, мына жақта деген что-то шигол иттер жоқ сияқты ғой басқа, Опа, мына жақта деген бір қасқыр кетіп бара жатыр. Хаски, давай, кел. Қазір мен деген осыны ұстап алатын боламын. Бер кел деген. Мә саған, анау деген ұстатпай қашып бара жатыр. Жүгір. Мә саған кетті, ал анау деген қырға қарай шапты. Мен деген кезінде пантерамен төбелескен, мен Хаски қақта келе жатыр. Хаски деген көшенің басында келе жатыр екен. Бері кел. Мә саған, мә саған деген, деген қасқырды алып тастағансың ғой, ё-моё. Хаски қайда, Хаски қайдасың, ё-моё, родной деген, сен деген қызықтан құр қалдың ғой. Бергеш, мына деген. Бергесе деген, мына деген мен қасқырды алып тастағансың ғой, Кен анау деген қасқыр қақта жатыр. Міне жатыр, қара, қан болып тұр. Мынау деген қалай жатыр қасқыр деген, достар. Базар жоқ, созылып жатыр ғой мынау деген. Көрдің бе, Хаски, мен деген қасқыр түгіліп пантераны алған адам, мынау қасқыр деген, қасқырды алу деген маған сән ғой, әжің қуалап жүріп шаршағаннан кейін ұстап алып өлтіріп тастаймын ғой мен деген. Чоп, сен деген қасқырды өлтіріп алып, пантераны өлтіріп алып мақтанып жатсың ба? Мен деген жолбарыстарды өлтірем ғой. Сен де бір деген. Шынымен ба? Жолбарыспен дейсің ба? Базар жоқ, бірақ мен де пайда жолбарыс ақ қоятын сияқтымын. Кеттік олай болса деген тауға жолбарыстарды ұстауға барып қайтпадық па деген, достар. Мына жақта деген тауда жолбарыстар жүретін шығар, Хаски. Ал олай болса деген жолбарыстармен бір-екі денені қыздырып алайық деген, төбелесіп деген. Так, осы жерлерде негізі жолбарыстар болады, бізге абайлап жүру керек. Білем, олар деген мынандай бір шөптердің арасына кіріп алып деген өз жемтегін күтіп отырады деген бар емес па? Жолбарыстар енді деген, Хаски, айналайын, сен деген төбелес алатын шығарсың, қазір деген біз деген кешке неге барамыз ғой? Қалай еді, стрелкке барамыз ғой, ана күшіктермен төбелесеміз ғой, мәшкелермен. Енді соған дайындалып жатырмық. Біз деген қатты травма қалмауымыз керек. Бір нәрсе болса қашып кете саламыз, мақұл ма? Хаски, анақта деген жолбарыстар кетіп бара жатыр. Мен деген көріп қалдым, жүгіріп бара жатқан, кеттік деген, артынан қуалап деген ұстап алмаймыз ба? Бізді көріп қашып бара жатыр деймін. Екеуі қашып бара жатыр. Ана жақта адамдарды да қуалап бара жатыр ма? Бір нәрсе деген, кеттік деген, ана адамды құтқаруымыз керек деген. Жоқ, братан, үйіңе қарай қайта бер деген, өзім айырып тастаймын мына жолбарыстарды деген. Кеттім деген, чоп, Хаски келатсың ба? Хаски мет, чоп еді, ат деген кім еді? Ананың Хаски ғой, Хаски келатыр ма екен? Хаски деген вообще таудың ар жағында жүрді, ол деген мен деген басып кетіп қала жатыр. Мен деген мынау маған деген жолбарыстарды ұстау керек. Қақта ол жолбарыстар деген қашып кетпеді ма деген, ана жоғары қарай кетіп бара жатыр ау деймін. Мәссаған, шаршап қалдым ғой мен деген, жолбарыстар қайда кетіп қалды, достар? Yok, аламана деген жоғары қарай шығып кетті ау деймін. Хотя біреуін ұстап алу керек еді деген. Қақ деген олар деген. Мәссаған, так, жолбарыстар қайда кетіп қалдыңдар, деген. Жолбарыстар жоқ сияқты, достар, Мәссаған, жолбарыстардан көз жазып қалған болмаса, так бәрі нормальный енді деген, достар. Әлде ол деген былай қарай кетті ме екен? Давай мен деген жүгіріп көре берейін, мүмкін деген тауып қалатын шығармын. Хаски деген жоқ болып кетті вообще деген. Мәссаған, мен деген таудың ұшына дейін шығып қойыппын ғой, почти деген, жартысына дейін шығып қойыппын ғой. Енді жүгірем деп, енді астына қарай түсуді айтсаңдаршы. Мәссаған деген. Ана жолбарыстар деген что-то жолбарыстың артынан қатты жүгіріп болған сияқтымын деген. Енді қалай тауға дейін кеп қалғанымды да білмей қалдым ғой, жалпы айтқан кезде. Кеш деп атып кетті деген. Тауда деген кеш әдейі батады екен енді деген. Мәссаған, тоқта. Мына жақта деген бағана қашып кеткен екі жолбарыс тұр ғой, достар. Мен Хаскиім қайда деген, Хаски досым үйіне қайтып кетті ау деймін осы деген, родной. Мен деген наны енді Мәссаған, маған тиіспей ме екен? Давай жолдан өтіп кете берейін, дым болмағандай. Так. Ассалаумағалейкум, жолбарыстар, қалайсыңдар, амансыңдар ма деген. Ойбай, на деген қорқынышты ғой, жігіттер, өтіп кетейін мен деген, тыныш тұра беріңдер осы жерде деген. Жігіттер, нормально, достар, кете берейін мен деген, тыныш кете берейін. Так. Ана жолбарыстар деген қайда кетіп қалды, достар? Қашып бара жатыр анақта деген, достар. Мынау деген жолбарыстар жаман қорқақ қой, неқтің жолбарыстарды деген, достар. Мәссаған, ана біреу қайға кетіп қалды. Ол да қашып бара жатыр ма? Бір нәрсе.
Нормально, мен деген тез кетіп қалайын деген что-то мынақта деген жолбарыстардың бәрі деген қасқырды өлтіргеннен кейін мықты екенін біліп қойған сияқты ғой достар. Қаске енді кеште оқып қалды деген аналар бізді стрелкаға шақырып жатқан сияқты ғой. Кеттік пе деген, барамыз ба, жүгіреміз ба деген. Кеттік ал деген, жүгіреміз, кеттік деген, жоп кеттік деген. Болды Қаске деген, кеттік ал деген, төбелесімізді дайындайық деген. Мыналар деген мыналар деген қырғын ғой мәссаған деген. Ал кет деген, ана кішкентай шиголдар қашты деген, бері келіңдер мәссаған деген. Ана Қаске деген аналарды қуалап кетті деген. Тоқта мен деген Қаске досыма көмектесуім керек деген. Қаске тоқта деген. Саған Қаскеге не болып қалды деген. Бері кел, ал басты деген. Саған деген Қаске жеп салманы бір нәрсе істеді ғой. Бері кел. Давай Қаске орнынан тұр деген. Бері кел. Саған. Мынау ит деген достар Қаске деген істеп жатыр деген. Саған. Тек Қаске кеттік. Нақтан деген достар тағы да иттер келе жатыр. Бері кел, саған деген. Маған ұқсайтын пародистер иттер екен ғой мынақта деген. Деген мынақта қырғын ғой онда иттер деген. Бері кел әккенің баласы деген. Саған бері кел, мынамен төбелесінші мен деген. Бөртіс дегенде айырып отыр мен достар мен деген. Мыналар деген қайттан тұрып отыр ғой. Бері кел, саған. Все, Қаске нормально ма бәрі деген. Пока что бәрін ұтып келе жатырмыз ғой деген. Мына иттердің бәрін тісеп тастау керек бізге деген. Так, молодец, молодец Қаске, анау майда шабақтарды деген өлтіріп тастадың ба сен деген. Хорош деген, маған солар жыныма тиіп отыр еді. Кеттік деген жүр, аяқты көрейікші деген. Мүмкін тағы да иттер бар шығар осы жерлерде жүрген достар. Так, мынақта деген ешқандай иттер қалмапты достар. Так что деген біз енді бүкіл иттерді айырып тастаған сияқтымыз осымен деген. Ал Қаске құттықтай, менде деген осы ауылдың смотрящий біз болдық қой деген. Молодец Қаске. Жоп, көрдің ба, менде деген қатты төбелесем, натак деген айырам любойын. Молодец Қаске, байқадық қатты төбелесе дегенсің деген. Молодец енді деген. Олай болса достар, бүгіннен бастап Чоп пен Қаске енді осы ауылдың смотрящийлері болды. Екеуі деген осы енді ауылдағы өткен кеткен иттерге, қасқырларға, пантераларға, в общем, өздері жауап беретін болады. Если бір нәрсе болса бар емес па. Енді достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат болыңдар.